Қазақ радиосы. Сәлем саған туған ел. Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Армысыздар ардақты мектеп қауымдастығы. Бүгінгі эфирде сіздермен бірге болатын мен, Жұмағали Ерасыл, 4-ші А сынып оқушысы. Және мен, Айтқали Айша, 4-ші А сынып оқушысы. Үлкенге де кішіге, өте шықпай шалқайып, ізет етсең кісіге, қамайма өсіп марқайып. Жуық қанда қарт адам, кіші сәлем бермей ме? Қағып сонда ол арқадан, айналайын демей ме? Адам үшін арман жолда азбасын, түтін түтеп ошақ оты маздасын. Үлкендері қазағымның аман боп, жасы кіші сәлемінен жазбасын. Мен қазақтың перзентімін бар, сенсін жұртым тәңірімдей табынар. Аз тірлікте амандасып қалайын, сәлемімді уа халқым қабыл ал. Бүгін Айша екеуміз Серікбай Оспановтың амандасу және Шымышбай Сариевтің сәлем деген өлеңдерінен үзінді оқыдық. Амандасу қай ұлт мәдениетінде де өте маңызды әдеп болып есептеледі. Я Ерасыл, дұрыс айтасың. Сәлем сөздің анасы дейді халқымыз. Сәлем беру әдебіне қарап, адамның қаншалықты мәдениетті екенін сезуге болады. Мен онда өзімді өте мәдениеттімін деп есептеймін, Айша. Мектебіміздегі ересек адамдардың барлығына амандасамын. Бұл өте дұрыс әдет. Мен оқушыларымызға үнемі үлкендерге амандасып жүріңіздер деп айтар едім. Кейбір оқушылар сабақ бермейтін мұғалімге амандаспай өте шығатынын байқаймын кейде. Бұл туралы не ойлайсың, Ерасыл? Әрине дұрыс емес. Біз мәдениетті, әдепті оқушы болып қалыптастыруымыз керек. Сабақ берсе де, бермесе де амандасу қажет. Мен сенімен келісемін, Ерасыл. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер деп айтыпты Жүсіпбек Аймауытов атамыз. Ендеше сәлеміміз қашанда түзу болсын оқушылар. Енді ізін көрем әннің 4-ші А сыныбының оқушысы Рысқұлова Саминаның орындауында ұсынамыз. Осымен кезекті эфирімізді аяқтаймыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше дейміз. Келесі эфирге дейін аман болыңыздар. Қадау ұлылар, дүниеге талай сыйлай шеккен ұлыларым. Тәрәу тарих болып сөйледім санау ғасырлардың бабаларым. Қолсы баспанға, айналып дастанға, есінге демаған. Солар болар заманы, дүниеге көктемей егізіп өткен жалаларын. Жүрегім дір-дірдейді, домбырамды күмбірлейді. Жүрегіммен бірге мәңгілік рух дір-дірдейді, шеңгідеп діргем, айналып бір жолмақ түйге. Ізін көрем, бабалар ұсап өткен. Ізін көрем, дағылар жол бөткен. Қоныш пен мұңдар, тоқыптындар, кеткен әрлер. Жамбылыма байлар, масқа шындар, қоны бөлім, жолмен келем. Ізін көрем, сезім білім көремін. Бәрінде бұрын соңды бұны қалай бақамадым. Жүрем қол болған әнімді қайта тыныр қадым қайталадым. Жүрегім дір-дірдейді, домбырамды күмбірлейді. Жүрегіммен бірге мәңгілік рух дір-дірдейді, шеңгеніп сергем, айналып бір жолмақ түйге. Ізін көрем, бабалар ұсап өткен.
дір дейді. Олардан әлі тірі дейді, дір дейді.